Ай, saat 3 болды. Ой, әлі ерте екен ғой. Мен де жұмыс өте тұрып кететін болыппын. Айтпақшы, бүгін 3-ші күн. Мәссаған, бүгін менің қызымның туған күні екен ғой. Назерке, Айсұлу, тұрыңдар. Тұрыңдар, қыздарым. Ой, мам, қайырлы таң қызым. Жүр, бетін жуып тамағыңды ішіп алайық. Иә, қазір. Қызым, ау. Не ғой, бүгін сен әпкен туған күні екен, есіне шығып кеткен жоқ па? Айтпақшы, бүгін Жансаяның туған күні екен ғой. Иә, бүгін Жансаяның туған күні. Соған бүгін оған кереметтей тосын сый жасап берейік. Табылған ақыл. Онда бүгін не істейміз? Білмеймін, не істесек болады. Мамонда бүйтсек, екеуміз қазір қалаға тез етіп барып керек. Не үшін? Енді туған күні үшін сыйлықтар алмаймыз ба? Иә, дұрыс айтасың. Сол қалаға тез барып сыйлықтар алып келек, келген бойда тамаққа кірісіп кетек. Иә, бірақ тек өзімізде тойламай, оның қыздарын да шақырайық та. Сыныптастарын, достарын. Жарайды. Онда қазір мен қыздарына хабарласайын. Не үшін? Енді қазір үйде болмау керек қой ол. Иә, әйтпесе бәрін біліп қояды екен ғой. Иә, қазір мен телефон шалып келейін. Жарайды. Жарайды, сол бола ғой. Ой, қызым, шошытып жібердің ғой. Ой, мам, қайырлы таң қызым. Құлпырып тұрсың ғой. Рахмет. Жүре ғой, бетін жой. Әпке. Ой, жан, қалай, күшті ұйықтадың ба? Иә. Қызым, бүгін әпкенің туған күні ғой. Қойыңызшы. Иә. Мән, құтты болсын туған күніңіз. Жоқ, мен емес, Жансая апаның туған күні. Оны мен құттықтап келейін. Қазір күте тұр, тезет тамақ пісіріп қояйық. Біз қазір қала барып келеміз, оған дейінше сен үйде болады, жүрай ма? Менің қасымда Жансая апа бола ма? Иә, болады, бірақ кішкенейін ол шығып кетеді, жарай ма? Оған жеміз келіп қаламыз. Иә, сен оған шейін ойыншықтарын ойнап күте тұр. Жарайды, маған күшіміресе келіп беріңіздер. Иә. Қызым, бар, Жансаяны оятып келші. Қазір. Мына бөлмесе кірмегелі де көп болыпты ғой. Қандай күшті. Мәссаған. Телефонда әдемі. Не бар? Есі қандай керемет. Мынау да әдемі. Ой, йога ма? Қайшы. Мына жерге сол кісіні теріп қойып, не түсіреді? Мәссаған. Кім да дырылдап жатқан? Ой, әпке, не мынау? Не бәрін ақтарып жатырсың? Мен байқаусызда. Не байқаусызда? Сен біреу ақтарасың деді ма? Қызым? Не болды жамандай? Сіліңгі айқайлап. Ол жай ғана ашып көргісі келді ғой. Сонда да ешкімге рұқсат берген жоқ мен ашуға. Шық бол бөлмемнен. Жарайды. Ой, жаным келе ғой. Жылама, жарай ма? Жақсы. Қызым, ал бүгінгі туылған күнің құтты болсын. Туылған күнді айтып тұрсыз. Сен туылған күнді айтам. Есіме шығып кетті ғой. Бүгін мен туылған күнім екен ғой. Иә. Айтпақшы, жаңа сенің құрбың звондаған маған. Кім? Әлия ма? Иә, дәл өзі. Сол саған шоппингке аралап келейік деп бар. Соққан маған. Соған бірге барып келсіңдер. Ой, ол да бір жарайды. Жақсы. Тамақ ішпесің бе? Жоқ, ішпеймін. Жүріңді өзіміз жіберейік. Иә, тез дайындап жіберейік. Ой, сәлем бердік. Ой, амансың ба қызым, сен Әлиясың ба? Иә, мен есімім Әлия. Ой, сізме аптайым досыз ба? Иә. Иә, Жансая ана бөлмеде. Жарайды. Сәлем. Сәлем, сен де көрмегелі көп болыпты ғой. Иә, өзіңді әбден сағындым. Мен де сағындым. Не деп тұрсың, жүр, кейін кеттік шоппинг аралап келейік. Жарайды. Айтпақшы, туылған күнің құтты болсын. Мен сені қатты жақсы көрем, мен баса дені сау болсын. Ой, көп рахмет. Ал, жүр, қазір.
Не шоппинг? Не киім алайын деп едім. Ой, жастық киімдер алу керек. Жарайды. Жақсы, біз кеттік. Жолдарың болсын. Мам, голдқа ақша салып жібересің ғой. Енді ақшам болса қараймын ғой. Біздікі енді осы, үнемі ақша жоқ. Болады ғой, уайымдамашы. Жарайды, жүр кеттік. Жүр. Ал біз де шыға берейік. Қалай шығамыз? Айсұлудың өзіне үйде тастап кетеміз бе не? Мә, Жансай кетіп қалған екен ғой. Ана қызы ерте келіп қойыпты үйге. Иә. Мам, мен де сіздермен бірге барайыншы. Мен үйде өзім қалғым келмейді, қорқамын. Иә, өзімізбен бірге алып кете берейік. Жарайды, онда жүріңдер, тез киімдеріңді киіңдер. Жарайды. Ал жүріңдер, тез шығып кетейік. Қазір. Мам, не аламыз? Қазір қараймыз ғой. Онда орталық дүкендерге барайық. Иә, сол жақта күшті киімдер, заттар табылар. Иә, жүре ғой. Ой, неше сағат жүргенбіз? Иә, көп те жүрдік. Мам, қалай ойлайсыз, оған біздің сыйлығымыз ұнай ма екен? Ұнайтын шығар. Тез тағамдарды жайғастырып жіберейік, столды үлкейтейік. Иә, неше қыз келеді? 3 қыз келетін сияқты. Онда тағы да 3 стол қосатын болдық қой. Иә. Қызым, сен ана көрші Латифа бар емес пе? Иә. Сол кісінің үйінен стол, сосын орындықтар алып келе қойшы. Бере ме ол кісі? Иә, өзіне ескертіп қойғам. Жарайды. Сосын қазір тамаққа кірісеміз. Жүре қойсын. Жарайды, қазір келем. Иә. Немене, үйдің бәрі шан-шан болып кеткен ба? Ой, шорсып жібердіңіздер ғой. Ал қызым, туған күнімен. Түсінбедім, не? Жаным, саған өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Ал туған күнің құтты болсын. Әпке, туған күніңіз құтты болсын. Рахмет. Мен бөлмеге бара берсем. Неге, қызым, қашпасаңшы? Жүр, біз саған күшті сыйлық дайындап қойдық. Не сыйлық? Әпке, мынаны қарашы. Біз күшті дастархан дайындап қойдық. Мынау ма? Иә. Торт қайда? Торт міне ғой. Мен ана торт не нәрсеге жетеді? Кәдімгі туған күнде тұратын торт бар емес пе? Үлкен 2 этажный, 5 этажный торт қайда? Қызым, олар қымбат болады ғой. Енді менен аяп қалдыңыздар ма? Қазір қыздар келеді, уже өсіп тұрам ба? Мен өзім бір торт жеп отырам ба? Сіздерде өзі ес бар ма, жоқ па? Кетіңіздер вообще. Не болды? Білмеймін, маған да біреу осындай торт берсе әйтеуір қуанар едім. Осы әпкеме ештеңе ұнамайды. Жақсы, қыздар, жүріңдер, сыйлығымызды дайындай берейік, қазір қыздары келіп қалады. Жарайды. Мынау майы. Не осы? Жарайды, кірейік. Мама, әпкемнің қыздары келді. Қойшы, қазір. Ой, сәлем бер. Тағы да саламатсың. Ой, қыздар, амансыңдар ма? Қалайсыңдар? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, түрлетіңдер, келе қойыңдар. Жансай бар ма? Иә, үйде. Мә, күшті сыйлықтар алып келіпті. Үндеме. Саламатсыздар ма? Жүр, түрлетіңдер, отыра беріңдер. Жүріңдер, ұялмаңдар. Қонақ болыңдар. Қазір Жансай келсін. Ой, қыздар, қалайсыңдар? Жақсы, күшті өзгеріп кетіпсің. Рахмет. Иә, қыздар, келіңдер, отырыңдар. Мына жерге ма? Қыздар, енді айбетпендер. Негізі күшті етіп ресторанға жасайын деп едім. Уақыт болмай алды. Жоқ, ештеңе етпейді. Ештеңе етпейді ғой. Жай қояды. Бәрі жақсы. Иә. Мам, сіз отырасыз ба өзім бірге? Иә, отырайын да. Мама, ары қарта барыңызшы. Жарайды. Жоқ. Жанар апа, келіңіз, отыра беріңіз. Мама, сен сөйлесіп келсең бола ма? Жарайды. Мам, не болды қызым? Қалай, барлығы ұнап жатыр ма? Қайда ұнаған? Не айтып тұрсыз? Не болып қалды? Мам, мен сізге туған күні жасап беріңізші деп өтіндім ба? Аяғыңызға жалындым ба? Мен өзім ресторанда жасайын деп жүрген едім. Бәрін құрттыңыз. Туған күнімнің бұтышын шығардыңыз. Жыныма тиіп тұрсыз, мам. Қызым, ресторанға көп ақша кетеді ғой. Енді мен үшін аямайтын шығарсыз?
Енді мен маған бір нәрсе болса жалғызбасты анамын деп шықпаңызшы. Бұл өмірде жалғызбасты ана тек сіз емес қой. Мен үшін барлығын тауып беруге міндеттісіздер. Уже надоелсыздар бар емес па? Не болды, бәрі жақсы ма? Иә, бәрі жақсы. Жақсы қазір. Келіңдер қыздар. Той, Назерке ана жаққа барыңдар, өзіміз отырып қой. Қой қызым, отыра берсін. Ой, тиіспеші енді, Жансая. Отыра бер, Назерке, отыра беріңдер. Ал қыздар, тамақтан алыңдар. Я, рахмет. Дәмді екен. Ас болсын. Ал енді Жансая, торт елемейсің бе? Қай жерден торт көріп тұрсың? Әдемі торт тұр ғой. Не болды, мені мазақ қылып отырсың ба, Әсия? Жоқ, қайдағы мазақ? Жай торт емес пе? Өлесенші? Е, қызым үрлей ғой. Жоқ, үрлемеймін. Қызым, енді қойсаншы. Дәмі де жаман екен. Жарайды, қыздар. Ал, міне шырымнан алып отырыңдар. Ой, рахмет. Рахмет, ас болсын. Ал, сізге көп рахмет. Жансаяның мамасы. Жанар апам. Оқаш жоқ, ас болсын. Енді біз тойдық, ішіп болдық. Тілегіміз айтып, сыйлығымызды беріп кетсек. Әрине. О, сыйлық үндемей отыршы. Айта бер. Ал, Жансая, мені жан құрбым болып кеткен подружкамсың ғой. Дені сау болсын, саған өмірде бар жақсылықты тілеймін. Ең бастысы ауырма. Ой, рахмет. Мен атымнан саған. Мәссаған, скейтборд па? Иә. Ой, рахмет. Оқаш жоқ. Рахмет, қызым. Иә. Ал енді мен айтайын. Мен де, толықтай Әсенің сөзіне қосыламын. Біз сені жақсы көреміз. Ең бастысы ауырма. Үлкен белестерден көріне бер. Мұны мен атымнан саған осындай киімдер. Қандай брендтен? Өзін жақсы көретін. Мәссаған. Мынаны білемін. Қандай әдемі. Вау. Күшті ғой. Ұнады ма? Иә, өте қатты ұнады. Иә, асықпай өзің киіп көрерсің. Рахмет, көп қыздар. Мен айтайын. Мен де толықтай қыздардың сөзімен қосыламын. Дені сау болсын, ауырма. Ата-ананың көз қуанышына айнала бер. Сендерінде тез өсіп кетсін. Сен сияқты әдемі қызыл жүре берсін. Ой, рахмет. Мен саған азын-аулақ сыйлығым осындай. Сен компьютерің бар емес пе? Иә. Соған енді осындай жылы отырғыш болсын деп. Мынандай ма? Рахмет, қыздар, көп. Қатты ұнап жатыр маған. Ал енді біз ата-ана ретінде айтып кетейік. Иә, әрине. Ал қызым, жандай қызым болып кеткен, енді үйдің тұңғышысың ғой. Туған күнің құтты болсын, денің сау болсын. Ең бастысы ауырмай сырқамай жүре бер. Армандарың, мақсаттарың орындалсын. Мен атымнан саған осындай киім. Қазір мен ала ғой. Мама, не киім? Әдемі екен. Иә, өте әдемі. Қыздар, мам, не болды қызым? Мына не киім? Қарашы, әдемі емес пе? Әдемі ғой, Дымда әдемі емес. Неге? Қарашы міне. Өте әдемі киімдер. Тек пижама ала бергенсіз бе? Басқа киім жоқ па? Уже надоелсыздар. Неге? Керемет қой, туған күнің құтты болсын. Иә, әпке, өте керемет. Маған дымда ұнап тұрған жоқ. Қызым, ой, мам. Жақсы енді қазір артынан аласың. Жақсы енді көңіл күйімізді бұзбайық, әпке. Мен сыйлығым сізге осындай авадок. Ой, жаным, сол сыйлық берген түрінен сенің. Не? Кимейма, өзің ки. Әпке, неге? Кигім келмейді. Жарайды, қызым, қоя қойшы. Кимейм бесе кимей-ақ қойсын. Жарайды. Ал менде сізге осындай компьютер. Мынау не компьютер? 1000 жылдан қалып кеткен ба?
неге өте әдемі емес пе? Иә, қызым, өте әдемі. Иә, Жансая, өте әдемі ғой. Розби. Керек емес, өзіңге пайдалана бер. Сан, садақа болсын. Не айтып кеттіңіз? Қызым, қандай садақа, не айтып тұрсың? Мам, сіздер менің бүгінгі туған күннің барлығын быт шытын шығардыңыздар. Қыздар, үйлеріңе қайта беріңдерші, мен ешқандай туған күн тойламаймын. Қызым. Жарайды, біз онда кете берейік. Мынаға не болды соншамадай ренжіп? Ой, бәрі менің кесірім. Неге олай дейсің, мам? Туған күні ресторанға жасап бере салым керек еді. Ой, ресторан не істеді соншамадай қымбат емес пе? Сонда да қызын аяған ит жейсің. Қойыңызшы, мам. Жарайды, мына жерде жинап тастап жатайық. Жақсы, жүре ғой.